Алматы қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы номері 74-ші жалпы білім беретін мектебінде инклюзивті білім беру жүйесіне инновациялық білім беру технологияларын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін енгізуді психологиялық, педагогикалық тұрғыда қамтамасыз ету тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Білім берудегі іс тәжірибемізді қалалық осы күзде республика деңгейінде, осыдан 5 жыл бұрын халықаралық деңгейде жұмысымызды көрсетіп жүрміз. Сондықтан бүгінгі семинардан сіздердің алатындарыңыз көп болады деген сенімдемін. Біздің 2017 жылдан бастап осы инклюзивті білім беруде біздің мектебіміз ресурстық орталық болып есептелінеді. Сондықтан осы орталықтың жұмысын жүргізіп келе жатқан осындағы мамандарға, мұғалімдерге... Алматы қаласы бойынша өткізілген бұл семинарға мектептердің арнайы педагог мамандары мен логопед, психолог және қалалық білім берудегі жаңа технологияларды ғылыми әдістемелік орталығының мамандары қатысты. Даму бұзылыстарын түзету, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру бойынша типтік оқу жоспарлары мен психологиялық медициналық педагогикалық консультациялардың ұсынымдарына сәйкес ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды және жүзеге асырады. На этом городском семинаре желаю получить массу новой, самой хорошей информации. Семинар барысында инклюзивті білім беру аясында арнайы педагогтар мен педагогикалық қолдау қызметінің мамандары екі топқа бөлініп тәжірибелерімен бөлісті.